Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Бойтұмар арнасына қош келдіңіздер. Әсерлі оқиғаларды тыңдай отырып, менің ардыма жазыла кетіңіздер. Және де лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Шетелге сатылған қазақ баласы. 3 бөлім. Тіпті болмаса, ұят болса да айтайын. Оң жақта отырып қалып, жанұялық өмірдің дәмін тата алмай, балалы болуға қолы жетпей жүрген өз қазағымыздың қыздары бар емес пе? Соларға неге қамқорлыққа алуға бермейді? Әлде біздің қазақтардың ақшасы жетпей ме? Шетелдің азаматтары сияқты асырауға шамалары келмей ме? Оған бола соншалықты білімді болудың қажеті жоқ шығар. Баланы еміреніп сүйе алса, бауырына басса, келешегім деп қабылдаса болды емес пе? Әлиханға бүгін хатты мен жазайыншы. Бұл жеңіс ағаң деп, мүмкін саған кейбір жағдайларда айта алмай жүрген шығар, деді. Жеңіске 100% сенгендіктен оның айтқандарына еш қарсылық білдірмейтін болдым. Тек алдымен Әлиханнан хат келуін күттік. Сол аралықта Жеңіс сыртқы істер министрлігі мен білім министрліктерінің құзырындағы нәрселер жайында ақпараттар іздеді. Оның көңіліндегі бір күдік балалар үйінің директоры 2 айдан соң келетін ақпаратқа сеніп отырғанда, Әлихан ана жақта қалай болады деген қорқыныш қана болды. Құралай, Әлихан Алматыға аман-есен оралып жатса, сен өз үйіңе інің ретінде қабылдап тұрғыза аласың ба? Мен өзім пәтерден пәтерге көшіп жүрмін, білесің. Ол туралы да ойлап қойдым. Егер сен қарсы болмасаң, оны өзімізге бауыр етіп, аяқтандырып жіберсек деп армандап кеттім, бағана көлікте отырғанда. Ол Қазақстанға келсе, екеумізге ғана сенеді. Өйткені қазір ол бізге сеніп, бізден қандай да бір жақсы хабар келе ме, тезірек алып кете ме деп зор үмітпен жүр. Бастаған ісімізді аяғына дейін апарайық. Құдайдың көзі түзу болсын тек. Менің ойым осы. Сен не дейсің дегендей маған қарады. Әрине, Жеңіс ел қатарына қосылуға жәрдемімізді беріп, бір жетімнің басынан сипасақ, жаман болмаспыз. Барлық нәрсенің өз орайы табылар деп компьютерімді ашқанда, Әлиханның хатын көріп айғайлап жібергенімді байқамай қалдым. Бұл жолғы хаты ұзақ екен. Құралай апай, мені тездетіп алып кетіңіздерші. Балалар үйіне бардыңыздар ма? Гүлшат апайымды көрдіңіздер ме? Менің жағдайымды айттыңыздар ма? Болмаса, Ләззат апайға айтыңызшы. Ол апай да өте жақсы адам. Мен қазір түрмеде отырған сияқтымын. 3 күн бұрын өгей әкем Серхио мен досы Хильберто мектептен шыққанда күтіп алды да асығып үйге әкелді. Содан соң кешікпей бір апай келді. Ол апай мені өз бөлмеме әкеліп маған сұрақтар қойды. Алдымен үйіміздің әдемі екенін, Серхио мен Хильберто сондай мейірімді, жақсы адамдар екенін айтты. Консуэланы сағынып жүрсің бе, деді. Мен үндемедім. Өйткені мен оны сағынбаймын. Мені осында әкеліп өзі жоқ болып кеткен мейірімсіз адам ол мен үшін. Сосын бөлмең өзіңе ұнай ма? Сабақтан қиналып жүрген жоқсың ба? Мектепте достарың кім? Үйде сені ешкім ренжітпей ме? Жалғыз өзің қалғанда не істейсің? Компьютерде ұзақ отырасың ба? Кейде сабаққа бармай қалатын күндерің бола ма? Мектепте қай апайды жақсы көресің? Қазақстанды сағындың ба? Деп көп сұрақ қойды. Қойған сұрақтарының барлығына өтірік жауап бердім. Тек қана Қазақстан туралы сұрағанда жылап қойдым. Сұрақ қойғанда ол өзінің парағына бірдеңелерді жазып отырды. Бөлмемде демала беруімді айтты да өзі төменге түсіп кетті. Төменде өгей әкем Серхио мен досы Хильберто үшеуі менен де ұзақ сөйлесті. Мен төменге түспей қойдым. Кеш бата Хильберто келді бөлмеме. Амадо, кешкі ас ішеміз. Әкең саған дәмді тамақ дайындады. Күтіп отыр, деді. Барғым келмесе де төменге түсіп ас үйге бардым.
Маған қазақша ет әзірлеп қойыпты. Қуанып кеттім. Испанияға келгеннен бері ет тамақты бір-ақ рет жедім. Қазақстаннан келгенде Консуэла жасаған. Бүгін өгей әкем дайындапты. Дастархан басында өгей әкем көңілсіз отырды. Хильберто ғана әр нәрсені айтып, бізді күлдіруге тырысты. Тамақтанып болғасын мен бөлмеме кеттім. Біраздан кейін өгей әкем Серхио келді. Амадо, сені қатты жақсы көремін. Саған жететін бала жоқ мен үшін. Не қаласаң, соны жасаймын. Сен нені ойлап жүрсің, не мазалап жүрсені? Әлде мектепте біреу ренжітті ме? Әлде бірдеңе алғың келе ме? Деді. Қазақстанға апаршы деп айтқым келді, бірақ айтпадым. Өйткені өткенде Консуэламен сөзге келіп қалғанда, өгей әкеме Консуэла, егер Амадоны ол жаққа апарсаң, енді қайтып келмейді деген. Сол үшін ол мені Қазақстанға апарғысы келмейтінін білем. Кинодағы сияқты мазам болмай тұр деп алдай салдым өгей әкемді. Ол менің бетімнен сүйді де төменге түсіп кетті. Бірақ төменде Хильберто екеуі ұзақ әңгімелесті білем. Ал кеше мектептен келгенде өгей әкем қатты ашуланып күтіп алды. Келді де, компьютерге отырғатын кезде менен рұқсат сұрайсың. Мен үйде болмасам, компьютерге отыруға рұқсат жоқ, деді. Мен олардың поштамды қарағанын білдім. Қатты қорықтым да, одан не үшін бұлай айтқанын білгім келді. Ол жауап берген жоқ. Саған денсаулығыңа зиян, деді. Қазір олар түнгі клубқа кетті. Тағы да мас болып келеді. Құралай апай, мен сізге тағы да хат жазғанда мені ойландырып жүрген нәрсе туралы айтамын. Ертең өткенде келіп маған сұрақ қойған апай келуі мүмкін. Гүлшат апайды табыңызда менің қатты сағынғанымды айтыңызшы. Енді көп жаза алмауым мүмкін. Мен бақылауда боламын. Олар менен күдіктенетін сияқты. Сәлеммен, Әлихан. Әлиханның хатын оқып болып, Жеңіс оған жауап жазды. Әлихан, бауыр менің. Саған хат жазып отырған Жеңіс ағаң. Сенің алғашқы хатыңды оқығаннан бері Құралай әпкеммен бірге жүрмін. Балалар үйіне де, бұрын оқыған мектебіме де бардық. Сен еш қам жеме. Барлығы біз ойлағандай болады. Біз барлығын жеңеміз. Гүлшат мамаң саған үлкен сәлем айтты. Барлығын таптық. Енді сен менің мына айтқандарымды тыңда. Сұрақтарыма уақытың болса, тезірек жауап жазшы. Егер сене күдіктеніп жүрсе, біраз күн компьютерге отырмай-ақ қой. Олар жоқ кезде отырып жазарсың. Олардың күдігін басу үшін Серхио әкеңе көбірек жақындап, оның өзіңе ең жақын адам екенін айт. Әке менің деп, оған еркелеп, дүкеннен бір зат алғың келетінін айт. Оның саған қамқор адам екенін айта бер. Егер психолог апай келсе, Серхионы жақсы көретініңді, Консуэланы сағынып жүргеніңді жеткіз. Анау Хильберто ағаң да өте мейірбан, әкең сияқты тамаша адам екенін айтасың. Неге? Себебі олай айтпасаң, қазір олардың саған деген күдігі екесе артып, саған барлық нәрсеге рұқсат бермей қоюы мүмкін. Ақылың бар ғой сенің. Менің айтқанымды жасап көр. Сәл де болса алдай тұруға тура келеді. Оған дейін бізде Қазақстаннан саған қарай жетерміз. Қорықпа інім, сен Қазақстанға келген соң Құралай әпкең екеуміз сені туған ініміздей қабылдаймыз. Сен бізге керексің, ұмытпа. Тек аз уақыт шыдасаң екен. Жігітсің ғой сен. Әлі екеуміз сен келгесін көп жұмыстар жасаймыз. Мен саған көмектесем. Өйткені менің де туған інім жоқ. Сен менің туған інім боласың. Серхио мен Хильбертоға қарсы сөз айтпа. Күдіктендірме. Осыны мықтап есінен шығарма. Біз осы жақта қолымыздан келгенді жасаймыз. Ал енді Әлихан, сен ең басты себебін айтшы маған. Не үшін Қазақстанға қайтқың келді? Сағынғаныңды түсінем. Жалғыз өзіңе қиын.
Бірақ нақты себебі бар ма? Осылай қайтқан келуіңнің. Біз сені алып келу үшін нақты себебін түсіндіріп айтпасақ, балалар үйінен де саған қарай сұраныс жібере алмайды. Ешқашан өтірік айтпа, тек шыныңды айт. Шындықты айтсаң ғана барлығы оңай шешіледі. Мен саған үлкен жігіт деп айтып отырмын. Екеуміз бір-бірімізден ештеңе жасырмайық. Мен саған сенем. Сәлеммен, Жеңіс ағаң. Айналасы бір аптаның ішінде өз басым жан-жағымда не болып жатқаннан хабарсыз қалдым. Бар ойымыз тек Әлихан туралы болды. Жеңіс хат жазып жібергеннен кейін ертеңіне маған туған ауылымнан суық хабар келді. Әкем о дүниелік болғанын естіп, еш нәрсеге алаңдауға шамам келмей жолға шықтым. Жеңіс шығарып салды. Әкемнің қазасынан кейін Алматыға келгенше 40 күн уақыт өтті. Сол аралықта Жеңістің де жұмыс орнында басшылықпен түсініспеушіліктер болып, ол да бас қайғысымен кеткен. Әкемнің 40 күндік асына жақын есіме Әлихан түсті де Жеңіске хабарластым. Ол да өз басының қайғысымен жүріп, Әлихан туралы ойламаған болу керек. Бұл жерде біздің бір жіберген қателігіміз осы шығар. Алматыға келген соң поштамды ашып тексергенде Әлиханнан бір ғана хат келіпті. 3 аптадай бұрын жазған екен ол хатты. Жеңіс аға, Құралай апай, мен сіздерге бар болған оқиғаны айтамын. Консуэла мен Серхио осында асырап алғаннан кейін өгей анам үйден кетті дедім ғой. Ол қазір мүлдем келмейтін болды. Өйткені оның заттары жоқ бұл үйде. Серхио мен Хильберті туралы айтайын. Біраз бұрын олар түнгі клубтан келген кезде мен төменге түстім. Олар мас болып келді. Ас бөлмеге өтетін жерде диванның үстінде екеуі жалаңаш шақтасып жатқанын көрдім. Бірақ мен үнсіз бөлмеме кіріп кеттім. Одан соң тағы да екеуі өз бөлмелерінде шақтасып тұрғанын көргенімде маған айтты. Үлкен адамдар бір-бірін қатты жақсы көргенде біз сияқты дос болып кетеді. Ертең сенің де Хильберто ағаң сияқты досың болады. Бәріміз бірге тұрамыз. Біз сені сонда жақсы көреміз, Амадо, деді. Үйде болғанда олар кейде бір-бірімен ұрсып қалады. Ондай кезде Хильберто төменде ас үйдің жанындағы диванда ұйықтайды. Өгей әкем Серхио өз бөлмесінде бөлек жатады. Ондай жағдай көп болады. Бір күні олар бөлмелерінде ұрысқанда құлағым мынаны естіді. Серхио, егер сен Амадоға біз туралы қазір айтпасаң, сосын кеш болады. Оған қалған нәрселерді өзім-ақ үйретемін. Бәрін біле берсін. Өскенде айтатын болсаң, ол бізге бағынбай кетеді. Одан айырылып қаламыз. Сен айта алмасаң, өзім айтамын Амадоға. Себебі ол енді менің де балам. Асырап аларда мен саған бар ақшаны тауып берген. Ұмыттың ба соны, деді. Хильберто, сенің есің дұрыс па? Амадоға қазір айтуға ерте. Оның денсаулығы туралы барлық мәліметті біз Қазақстанға жыл сайын беріп отырмыз. Әлі 5 жылдай уақыт бар. Сол 5 жыл біткесін Қазақстанға есеп бермейміз. Олар Амадоны сұрамайды. Сол кезде барлығын жасырмай айтамыз. Керек болса Амадоға бір адамын тауып береміз. Ол да бақытты болғанын қалаймын. Қазір ол жас. Осылайда үйрене береді бізді көріп. Асықпашы, мен де тезірек сол айтатын күн болса екен деп жүрмін, деді. Сосын Хильберто ашуланды. Серхио, керек десең қазірде ешкім іздеп жатқан жоқ оны. Алдық па, ол біздікі. Ешкімге есеп бермейміз. Амадоны тәрбиелеуге күшің жетпесе, қазірден бастап өзім айналсамын. Қазірден бастап оған жанына дос тауып бере алам. Ол біз туралы қазір жай ғана әкем мен Хильберто дос деп ойлап жүр. Білсін біздің кәдімгі отбасы екенімізді. Консуэлаға айт, бұл үйден заттарын жинасын да алып кетсін. Амадо да саған үйренсін. Бұдан артыққа шыдай алмаймын енді, деп жылады. Одан да көп сөйлесті. Мен қорқып,
өз бөлмеме барып жатып қалдым. Содан кейін көп кешікпей Консуэланың заттары жоқ бола бастады. Мен де сол кезден бастап Қазақстан туралы мәлімет алып, Алматыға адамдарға телефон соғуды бастадым. Енді не үшін кеткім келетінін түсіндіңіздер ме? Мен оларды жек көремін. Сіздерден жасыратын ештеңем жоқ. Қазір мен мектептен шыққанда да, барғанда тек Хильбертомен барып келемін. Үйде Серхио күтіп отырады. Менің бөлмемдегі компьютер солардың бөлмесінде. Қазір олар ауруханаға кетті. Келетін уақыттары да болды. Егер олар менің Қазақстанға кеткім келетінін білсе, не болатынын білмеймін. Үйге ешкім кірмейді. Консуэла да келмейді. Жеңіс аға, сіз өзіңіз келіп алып кетіңізші мені. Мен оларға айтамын. Бұл менің ағам келген. Жеңіс ағаммен кетем. Мен сендермен бірге тұрмаймын енді, деп сіз келсеңіз қорықпай айтамын. Мені тастамаңыздаршы осында. Қазақстанға барып, қайта балалар үйіне барғым келеді. Достарымды да, апайларымды да сағындым. Маған бұл жақта ештеңе ұнамайды. Әкем мен анам тірі болғанда ғой. Сәлеммен Әлихан ініңіз. Ештеңе дей алмай тағы да жылап, Жеңіске хабарластым. Ертең күндіз барлығын Мұрат ағайға жеткізетін болып шештік. Әкеден айырылғаннан кейін жетім деген сөздің мағынасын одан әрі толық сезінгендей болдым. Жүрегім қарс айырылардай боп отырып Әлиханға хат жаздым. Барлық жағдайды түсіндіргендей болдым. Соңғы хатынан кейін ештеңе жазбағаны көңілімдегі күдікті одан әрі үдетіп жіберді. Шырмауы көп сұрақтар мен Әлиханның соңғы жазған хатындағы суреттер көз алдыма елестеп, миым тұтасып қалды. Ең басында неге жазбаған солардың барлығын? Неге айта алмады? Неге нақты себебін бірден сұрамадық? Тағы сонда сияқты жауабы бар сұрақтарға жауап таппай қиналдым. Жеңістің де көңіл күйі дұрыс болмағасын, мен жоқта Әлиханды ойлауға шамасы келмеген болу керек. Екеумізде жанымызды шүберекке түйгендей, балалар үйінің алдында бір уақытта кездестік. Бұқарбаевты 3 сағат күттік. Көре салысымен Мұрат ағайға қалай жармасқанымды білмеймін. Ағай, сіздер өздеріңіз осы балаларды іздейсіздер ме? Мына хатты қараңызшы. Не болып жатқанын түсініп көріңізші сосын. Әкемді желеп келдім. Жеңіс өз проблемаларымен бас қатқан. Кеше келгенде мына хат 3 аптадай бұрын жазылған соңғы хат. Осыдан кейін ештеңе жазылмаған. Не істейміз аға, айтыңызшы. Ол да қазақтың баласы ғой. Шетелге кеткендердің барлығы осылай қорлана бере ме? Олардың ата-анасыз өскеніне өздері де кінәлі емес. Бірақ дәл қазір не істей аламыз, деп ашы күйікті сыртқа бір шығарғандай болдым. Хатты оқыған Бұқарбаев бізге тесіле арады. Осы сендердің жасап жүргендерің рас па? Әлде дегендей. Жеңіс, құралай. Мен неден бастарымды білмей отырмын. Осы уақытқа дейін берген ақпараттарымды білем. Мынау соңғы ақпарат болса, мен министрліктермен байланысқа шығып хат жазуым керек. Қазір сендер жүре беріңдер. Осындағы барлығымен жиналыс өткіземін. Кешке дейін үлгеріп жатса хат жібереміз сұрау салып. Өйткені хатты да нақтылап алу үшін мен жанымдағылармен ақылдасуым керек. Дәл мұндай жағдаймен бірінші рет кездесіп тұрмын. Министрлік тарапынан қандай жауап келеді, мен сенеге хабарлаймын. Бірақ Әлиханға хат жазыңдар. Онымен байланысқа шығудың басқа амалдарын сұраңдар. Мекен жайы, телефоны бар ма? Маған жеткізе беріңдер, деді. Бұл жолы Жеңіс ештеңе деместен үнсіз шықты. Мен де басым салбырап, оның артынан ере бердім. Жеңіс жұмысындағы келеңсіздіктері шешілмегендіктен әрі қарай жұмысына кетті. Мен Гүзат пен Азимаға хабарластым. Кешке олармен ақылдасатын жұмыс бар екенін айттым. Азима мен Жеңіс келді кешке. Азима барлық жағдайды естігеннен жағасын ұстап, өзінің бір әпкесіне хабарласты.
Әпкесі сыртқы істер министрлігіне мән-жайды хат түрінде баяндап, балалар үйінің директоры қолға алып, Испаниядағы елшілікке шұғыл хабар тарату керек деді. Жеңіс Әлиханға қысқа ғана хат жазды. Ол жақтағы мекен жайлары мен телефонын, қандай мектепте оқып жүрген барлығын дұрыстап жазуын сұрады. Әзима құрбымның нақтылықты ғана сүйетін қасиеті бар еді. Ол да тоқ етері сыртқы істер министрлігіне, тіпті болмаса телевидение жаңалықтарына бару керек шығар. Бірақ ТВ жаңалықтары бір рет қана көрсетіп, ары қарай ол баланың тағдыры мен шаруалары болмай кету мүмкін деді. Түн болса да Жеңіс Мұрат ағайға телефон соқты. Әлиханға хат жазғанын, ол кісінің тарапынан не жұмыс жасалғанын білді. Мұрат ағай министрлікке хат жіберген екен. Енді оның жауабы қашан келетінін анық айта алмады. Қай күні қандай ақпарат хабар келеді, сол күні бізге хабар беретінін айтты да қойды. Түн ортасында Гүлзат келді. Барлығын басынан бастап тыңдаған ол, сұмдық оқиға екенін естіп, бізге бір ой тастады. Саудамен айналысатын ол құрбым арасында бақсы балгерге баратын әдеті бар еді. Ертең Жеңісті алып, үшеуміз Алматының шетінде тұратын, мен барып жүрген Заря деген Тадар апайға барайық. Жай ғана сұрайық, Әлиханның суретін көрсетеміз. Барам десеңдер, ертең апарамын деді. Ертеңіне Заряға баратын боп келістік. Заря апайға келдік. Үйі қаланың шетінде орналасқан екен. Алдымен Гүлзат кіріп, артынан бізді шақырды. Үшеуміз Заряның алдында отырмыз. Қабылдау бөлмесінде не бәленің бәрі самсап тұр. Жан-жағыма қарауға қорықтым. Неше түрлі ақ-қара, қызыл-сары шырақтардың түр-түрі мен адамның басының қаңқасына дейін отырған үстелінің алдында карта, басқа да заттар толып тұрды. Суретті сұрады бірден. Әлихан деп атын айттым. Жоқ, дұрыс емес. Оның қазіргі аты мүлдем басқаша. Мынау адам өте алыста. Ұлтын өзгерткен бе, дінін де өзгерткен. Қамауда отырған адам сияқты. Мен түсінбей тұрмын. Қазір деп орнынан тұрып, сейфін ашқан кезде бас салып осылай сайрағанына таң қалдым. Жеңіс екеуміз аузымыз ашылып, бір-бірімізге қарадық. Гүлзат үйреніп кеткен адам сияқты мыңқ етпей отыра берді. Заря сейфінен домалақ шар тәрізді затталды. Қалың сары шырағын шығарды. Сумен бір сүйекке ұқсас затталып, саусағынан қан шығарды. Көзім атыздай боп, денем дірілдеп кетті. Әлиханның суретінің бетіне шырағын жақындатып, ішінен біраз күбірлеп, көзін жұмып ұзақ отырды. «Говори», деді сосын өзіне өзі. Содан тоқтамастан барлығын айтты. Бұл бала жасқа жетпей, өз үйінен кеткен. Анасы жоқ қазір. Әкесі темірдің арғы жағында отыр. Бірақ ол жақтан тірі келмейді. Жақындап қалды күні. Ешқандай туыстары іздемейді. Бұл бала туралы ұмытып кеткен бәрі. Қатты қиындық көрген жоқ. Сағынған тек. Түсінбейтін екі адамның қолына қарайды. Екеуі де ер адамдар, қатаң бақылауда бала. Жақында сендерге хабар келеді. Сендер іздеп жүрсіңдер. Өлім ме тірі ме деп қорқасыңдар. Жақсы не жаманын айтуға рұқсат етпей тұр. Бірақ көп жылдан кейін, 10-15, мүмкін 20-30 жылдан кейін бұл бала естеріңе тағы түседі. Бір хабар болады. Ол уақытта да өздеріңе байланысты болмақ. Өте талантты бала. Ән айтқанды жақсы көреді. Қазір барлық қырын аша алмай тұншығып жүр. Ешкімге сенгісі келмейді, қорқады. Екі ер адамға әлі келмейді. Әлі келсе екеуін де өлтіргісі келеді тіпті. Бейіттің басына барып нақты мәлімет алу үшін түнгі уақытта келулерің керек. Бейіттің басында жасалатын рәсімдерге құрбандық жасаймыз. Дегенмен ол көп ақша тұрады. Ол ақша жоқ сендерде. Айтарым, қатты уайымдамаңдар, бәрі жақсы болады деп шығарып салды. Зарядан шыққан соң айтқандары тұп-тура келгеніне таң қалдым. Бізге нағыз
керегін ала алмадым, бірақ үшеуміз де ақылдасып Мұрат ағайдың жауабын күтуден басқа шара жоқ екенін түсіндік. Мұрат аға бір апта өткенде хабарласты. Оған дейін бізде ол кісіде Испаниядан хабар алмадық. Алиханнан да хат келмеді. Мұрат ағай қоңырау шалып, мүмкін болса тез келуімізді өтінді. Кабинетіне кіргеннен ол кісінің түрінен бір жамандықтың болғанын сездім. Біздің мекеме ғана емес, министрлікте де шу болып жатыр бұл мәселеге қатысты. Сыртқы істер министрлігі Испанияның Алихан тұрған Ибица қаласындағы Серхио Пастор мен Консуэла Веганың ақпаратын алды. Олар ажырасқан екен. Осыдан 2 апта бұрын болған оқиғаға қатысты Алиханның асыраушысы Серхио Пастор анықтама жіберіпті. Ол мәліметтердің барлығын бүгін алдым. Анықтамада жазылғандай, Ибица қаласының тұрғыны 13 жасар Амадо Рей Алихан туралы ұйықтап жатып оянбай, жүрегі тоқтап қалған. Дәрігерлердің медициналық сараптама жасаған қағаздары қоса тіркелген. Қазақстаннан бала асырап алушы Серхио Пастор мен оның бұрынғы әйелі Консуэла Вега өз мемлекеттерінде бала тәрбиесіне немқұрайлы қараған үшін испандық сот залында жауапқа тартылатын болады делінген. Бар ақпарат осы. Біз кеш қимылдадық па, әлде білмедім, деп бір нүктеге қадалып қалды. Біз жеңіс екеуміз көзімізден аққан жасымыз тоқтамай, не болғанын түсінбедік. Әкемнің қазасынан кейінгі бұл жағдай жаныма 2 есе жара салып, аңырап тұрып жоқтағым келді. Булығып сыртқа шығып кеттім. Кішкентай балаларға көз жасымды көрсетпейін деп дарбазадан шыға сала өксігім басылмай, өзегім өртеніп жыладым. Қанша уақыт өткені белгісіз, жеңістер шықты артымнан. Селсоқ қана келіп, мені орнымнан тұрғызып, көлікке отырғызып алып, үйге әкелді. Бәрі бітті. Енді қолымыздан не келеді деп, бір түйір шынашақтай ұлымызды қорғай алмай айырылып қалғанымызға күйіндім. Нағыз қорғансыздың күйін кешкен қарадомалақ қазақтың баласының болашағына балта шапқан өзіміз екенін ұғындым. Бірақ мен Алихан өлді дегенге сенбеймін. Дәл сол күні дүние жалған дегеннің мәнін ұғынғандай болдым. Зіл батпан ауыр ой еңсемді езіп жіберердей күйге келдім де, үмітімді өшті деуге қимай Алиханға хат жаздым. Алихан, біз бүгін сені тірілер санатынан жоғалтып алдық. Иә, бізге сондай қитұрқы ақпарат берді. Сен ұйықтап жатып оянбай, мәңгілік ұйқыға кетіпсің. Қарғыс атқыр Серхио мен Хильбертоның ойлап тапқан әдісі сол болса керек. Білесің бе, Алихан, мен сенің дәл қазір 18 000 ғаламның бір түкпірінде, адамзат атаулының бір бөлшегі ретінде өмір сүріп жатқаныңды сеземін. Бәлкім, жаның қиналып, мұңайып отырған шығарсың. Бізге ғана емес, күллі өмірге ренжулесің. Сені торына алдап түсірген, аң терісін жамылған адам кепіндегі ібілістің, ізінен ергендердің қақпанында отырсың, білем. Мұны тәкаппар дүниенің соншалықты құрсақтанда тарлығын көріп, іштей мына фәниден жиреніп отырған шығарсың. Дегенмен, біз сені қорғау үшін, қайта оралту үшін қолымыздан келер шараны жасадық. Шындап кіріспеген шығармыз, өйткені бізде 20-дан енді асқан, өмірдің тосқауларына қарсы тұрар қалқаны дайын болмаған бауырларыңбыз. Бару керек деген жерлерге бардық. Сұрау салатын жерден сұрадық. Дегенмен, біз саған жете алмадық. Сен бізге. Жарығым Алихан, осы хатты сен тірі боп, күндердің бір күнінде, мейлі 10 жыл өтсін, мейлі 20 жыл өтсе де оқып, бір жауап берер деген сеніммен жазып отырмын. Себебі, мен сені жоқ дегенге сеніп, дәл қазір шын жүрегімен саған арнап, жоқтау айта алмай отырмын. Неге? Өйткені сен тірісің, барсың, өмір сүріп жатсың. Ұзақ жыл сүресің әлі. Менің ішкі түйсігім солай деп әмір беріп тұр. Сол үшін менің осы күнге дейін сені іздеп,
шар ұрғанда ағылған көз жасым бір сәтте тоқтап қалды. Сені жоқтап жылауға көзімнен жасым шыққысы келмей тұр. Шықпай-ақ та қойсын, қымбатты Малихан. Сен әлі туған отаныңа ораласың. Сенің де көз жасың тек қана қуаныштан төгілетін күнің келеді. Мен оған сенемін. Біз сені дәл қазір жоғалтып алғанмен, күндер, айлар, жылдар өте бәрібір қайта іздейміз. Енді сен менің жанұямның бір бөлігі ретінде, жүрегімнің бір түкпірінде, миымның бір қатпарында сайрап тұрарың хақ. Сені ұмытуға болмайды маған. Қолымнан келгенше мен сені іздей беруге Алланың алдында да, адамзаттың алдында да ант етемін. Өзіме солай серт беріп, саған хат жазып отырмын. Мен сені туған бауырымдай жақсы көріп кеттім. Тіпті сені көрмесем де, мен сенің ақылыңа, қайсарлығыңа, өжеттігіңе сенемін. Сен мен үшін өлген жоқсың. Мені ғана емес, кіндік қаның тамған киелі отаныңды ар алдында да, Алла алдында да кешірші. Сені елден айырған, елінің ертеңін ойлаған ел азаматтар емес, елдік пен егемендіктің қадір қасиетін бағалай алмайтын ақшаға құныққан тоғышарлардың тірлігі. Реті келсе, оларды да кешір. Өйткені бұл өмір. Әркім бұл дүниеде жасаған қателіктері үшін жауап береді. Тағдырың туғаннан тепкіге алды екен деп, текке өкпелеме. Мүмкін сені көзіңді ашқаннан шытырман өмірдің шатпақтарына салып, шымыр еткісі келген шығар. Ал сен оларды мойымай жеңіп, өзіңнің адам ретінде жеңіліске емес, жеңіске құштар жеңімпаз екеніңді дәлелдеп шық. Ол сенің қолыңнан келеді. Дәл сенің жасыңда, сенің орныңда, мына мен болсам, өзге елде олай жасай алмас па едім. Міне, сенің артықшылығың осында жатыр бауырым. Мен сені батыр бабаларың секілді Қабанбай мен Бөгенбайдың тікелей ұрпағы ретінде қабылдап, жаның да, арың да, барың да тек қана қазақтікі екеніне күмәнім жоқ. Өмірді сүй, өзіңді сүй, және қасиетті қазағыңды сүй. Ұмытпа, кімнің ұрпағы екеніңді. Қаныңды сатпа ешқашан. Қай жерде жүрсең де сені қолдайтын да, қорғайтын да, іздейтін де, жақсы көріп бауырына басатын да қазағың. Қазақ деген қасиетті аттан садаға кеткір шіріген жұмыртқалардың ит тірлігінің құрбаны болғаның рас. Сонда болса, өз еліңнің бауырмал ұлдары бар екенін есіңнен шығарма. Мен сені өлді дегенге сене алмаймын, інім. Уақыт өтер, күні жетер. Сол кезде біз кездесеміз. Ол күн жеткенше арыңды сатпай, ұлтыңды ұмытпай, қазақ боп туып, қазақ боп өлем деген асқақ арманыңды жоғалтпай жүрсем болғаны. Мен саған сенемін, күтемін. Кешірші бізді құлыншағым. Қайдасың, Алихан? Алдымен бұл оқиғаны жазуыма түрткі болған жайды айтайын. 2014 жылы Қазақстан ұлттық арнасынан шыққан шетелдегі қазақ балалары бағдарламасын жақында ғана көріп, өз басымнан 2006 жылдары өткен осы жағдай есіме түсті. Иә, оқиға желісіндегі жеңіс дегенмен, ол кезде құралайда мен де жас болдық. Бұл оқиғадан кейін есеңгіреп қалғанымыз рас. Өйткені 21-дегі жастар едік. Алдартымызды ойлап үлгірмеген күйіміз ол уақытта. Қазір әлеуметтік желі шарықтап дамыған заман. 2006 жылдары Mail.ru агент деген дүниелер бар еді. Есіме түскеннен кейін қазір қолға алып, сол кезде өлдіге саналған Амоды Рей Алиханды іздегім келді. Бірақ әлі таппадық. Табамыз сіздерге осы шағын дүние арқылы қоғамның ашыда болса бір шындығын көркемдеп жеткізуді мақсат еттім. Шамам келгенше жеткізе алдым деп ойлаймын. Менімен күнделікті бірге болып тағатсына күткендеріңіз үшін алғысым шексіз. Көп жағдайда бұрышта қалып қоятын осындай мәселелер жетіп жатыр, әсіресе жетім балалар тағдыры. Санамыз ақшағана байланған заманда қу құлқынның соңында түспей, қоғамды құрып отырған өзіміз кез келген нәрсеге
бейжай қарамасақ екен деген ниетпен жаздым. Әңгіменің соңы зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.